Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің каналыма қош келіпсіңдер. Бүгін математика 1 сынып 23 сабақ. 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Ал балалар, осы сабаққа дейін өткенімізді қайталаймыз. Яғни біз осы уақытқа дейін 10 көлеміндегі сандарды өттік. Олардың құрамымен таныстық. Енді сол өткен сандарымызды қайталаймыз. Бірінші тапсырма. Сандардың құрамын есіңе түсір дейді балалар. Ал сонымен сандардың құрамын есімізге түсіреміз. Яғни әр сандардың үйшігінде қандай сандар бар, соны есімізге түсірейік балалар. Ең бірінші бір саны. Бір саны бізде бір ғана дөңгелекті көрсетіп тұр, дұрыс па балалар? Яғни бір саны бір ғана саннан тұрады. Енді келесі екі саны. Екі санына қараймыз, ол бір қосу бір, яғни екінің үйшігінде балалар. Бір қосу бір, яғни екі дөңгелек бар деген сөз. Енді үшінші тор көзде көрсетілген 3 саны, яғни 3 санының үйшігінде балалар екі көк дөңгелек, бір сары дөңгелек, яғни екі қосылған бір болады, немесе бір көк дөңгелек, екі сары дөңгелек, немесе яғни бір қосылған екі. Яғни осылар 3-тің үйшігінде тұратын сандар. Енді келесі 4-тің үйшігін қараймыз. 3 қосылған 1, 2 қосылған 2, 1 қосылған 3. Бұлардың барлығының жауабы 4 саны шығады, дұрыс па балалар? Есімізге түсірейік, алдыңғы өткен сабақтарымызды дәл сол сияқты 5 саны, 6 саны, 7, 8, 9, 10 саны. Біз бұлардың барлығын өткен сабақтарда өткенбіз, яғни барлығының жауаптарын білеміз деп ойлаймын балалар, я? Сонымен екінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Екінші тапсырма. Мысалдарды жазып, оларды есепте дейді балалар. Ал мысалдарды жазайық балалар. Ең бірінші қараймыз. 7 азайтылған 4 деп тұр. Міне мына бір мысал жазайық. 7 азайтылған 4 тең болады. Балалар, неш болады мына жерде? 3 болады, я? Келесі 7 азайтылған 3 дейді. 7 азайтылған 3 тең болады 4. Дұрыс па балалар? Енді келесі амалды қараймыз. 4 азайтылған 1 дейді. 4 азайтылған 1 неше болады балалар? 3 болады. Енді келесі амалды қараймыз. 3 қосылған 1. 3 қосылған 1 тең болады неше балалар? 4 болады. Енді келесіні қараймыз. 9 қосылған 1 тең болады 10. Келесі амал 9 азайтылған 5, міне бұлай тұр, тігінен тұр. Тең болады 4. Келесі тігінен тұр. 1 қосылған 3 тең болады 4. Енді көлденеңнен тұр. 5 азайтылған 3 тең болады 2. Түсінікті болды ма балалар? Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма бізде. Үшінші тапсырма, көрсетілген сандар шығу үшін әр қабаттағы бос орындарға сандарды тап дейді балалар. Яғни қараймыз. Үшінші тапсырманы қараймыз. Бірінші үйшікте 8 саны шығу керек екен. Бірінші бағанды қараймыз. 4 қосылған 1 5 болады. 5-ке 3-ті қоссақ 8 болады, балалар? Енді астындағы бағанды солай шығарайық дейді. Мен бірінші сендерге жазып көрсетейін, міне. 8 саны шығу үшін 4 қосылған 1 қосылған 3 деп тұр, балалар? Келесісін қараймыз. 8 тең дейді. Мына жерде сан белгісіз. Қосылған 1 қосылған 5. 5-ке 1-ді қоссақ неше болады балалар? 6 болады. Оған 2-ні қоссақ 8 болады. Енді үшінші бағанды балалар өзіміз жазамыз екен. Ешқандай сан көрсетілмеген балалар. Қалай жазуымызға болады? Кәне ойланайық балалар. Мысал үшін 6 қосылған 1 қосылған 1, 6-ға 1-ді қосамыз 7, оған 1-ді қосамыз 8 болады. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Енді екіншісін қараймыз. Мынау деген екінші есеп, шатас кетпейік балалар. Мынау үшінші есеп. Енді келесі үйшік бізде 10 саны екен балалар. 10 саны шығу үшін бірінші өздері беріліп қойған екен. 5 қосылған 2 қосылған 3. Яғни 5-ке 2-ні қосамыз 7, оған 3-ті қосамыз 10 саны шығып тұр. Келесі 10-ды шығару үшін бізде мына жерде белгісіз сан қосылған 1 қосылған 4 екен. Ал балалар, 1-ге 4-ті қоссақ 5 болады. 5-ке және нешені қосқан кезде бізде 10 болады балалар?
5-ті қосқан кезде, иә балалар? 5 қосылған 1 6, 6-ға 4-ті қосамыз, 10 шығады. Жарайсыңдар балалар. Келесі 10-ды шығару үшін бізге ешқандай сан берілмеген, өзіміз шығарып көрейік балалар. Мысалы үшін жазамыз 4 қосылған 3 қосылған 3, иә балалар? 4-ке 3-ті қосамыз 7, 7-ге 3-ті қосамыз 10, сонда есебіміз дұрыс шықты, иә балалар? Енді келесі тапсырма, бізде 4-ші тапсырмаға назар салып қараймыз. 4-ші тапсырма есепте дейді балалар. Есепте арифметикалық пирамиданың қалай құрылғанын анықтап көр. Бір парақ қағаз алып, тиісті сандарды жаз дейді балалар. Мынау арифметикалық пирамиданың қалай құрылғанын анықтап көрейік балалар. Сосын бір парақ алып, тиісті сандарды жазып шығады екенбіз балалар. Енді қараймыз. Мені мұна қараймыз. Мынаны өшіріп тастайын сендер. Түсінікті болған болса. Енді қараймыз. 4-ші тапсырма деп жазамыз мына жерге. 4-ші тапсырма қараймыз. 10. Яғни бізге балалар 10-ды былай сызып қойған екен, иә? Мына 10 болса, мына жерге былай сызылған. Мынаусында 5 тұр. Яғни 10 шығу үшін балалар қандай құрам болу керек мына жерде? 5 болу керек, иә? Дұрыс, иә балалар? Келесі 5-ке осылай қойып қойған екен. Біреуіне 3-ті қойыпты. Мына жерге қосу қойыпты да. Мына жерге белгісіз сан. 5 шығу үшін 3-ке нешені қосамыз балалар? 2-ні қосамыз. Дұрыс. 3 қосылған 2 5 болады. Енді мына жерге сызылмаған ғой. Келесіде сызылыпты. 2 дөңгелек қойылған, қосылған 2 дөңгелек қойыпты. Мынаған 2 қойыпты. 3 шығу үшін 2-ге нешті қосамыз балалар? 1-ді қосамыз, е? Сонда дұрыс шығады. Келесі мына 5-ке қойған екен. Мына жерде 1 тұр, қосылған, мына жерге белгісіз сан дейді. 5 шығу үшін 1-ге нешені қосамыз балалар? 4-ті қосамыз. Сонда 1 қосылған 4 тең болады 5. Енді мына 4-тен былай шығарған екен. Так, мына жерге 3 берілген, мына жерге қосу берілген. Енді балалар қараймыз. 4 шығу үшін 3-ке нешені қосамыз балалар? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балалар, 1-ді қосамыз. Сонда есебіміз дұрыс шықты. Сонда балалар, бұл жерде арифметикалық пирамиданың негізі осылай құралған екен. Яғни құрамы бойынша берілген есеп екен. Сандардың құрамы бойынша берілген есеп екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі тапсырма сендерге түсінікті болды ма? Тапсырма түсінікті болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.